Сәлем достар, жағдайларыңыз қалай? Бүгін бізде Астанада күшті күн шығып тұр. Мен айтайын деген мәселе ол қазір тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы мәселе ушығып тұр ғой. Мәселе ушығып тұрғанда емес, көп талқыланып жатыр. Соның мәселесін мен көп ойландым да, неден деп. Сосын андай бір ойға келдім. Жалпы ол отбасынан басталады, иә. Бізде қазір әлде де отбасылар бар, балаларын ұрып тәрбиелейтінші. Сосын қорқытып өсіреді, ол қорқып қалған баламен манипуляция жасау, айла-шайлалар жасау өте оңай, иә. Сосын оған қауіпті көп болады. Мысалы, біреу қорқытып бірдеңе істеуі мүмкін, иә. Қыздарға, балдарға да кішкентай кезде, мысалы, мектептерде қаншалықты нелер бар, жаңағы тиісіп, денсаулығына зиян келтіріп деген сияқты сондай бар. Сосын тағы не? Екінші мәселе ол баланың ойымен санаспау. Мысалы, нақты айтатын болсақ, ол пікірімен бөліспеу, пікірімен санаспау, сұрамау, сен не ойлайсың, сен нені қалайсың деп сұрамайды баладан. Сөйтіп бала, менің ой маңызды емес екен ғой, мен не айтсам да ата-ана өзінің істейді екен ғой деп ойлап өседі. Сосын өзіне сенімсіз өседі. Сондықтан сол мысалы ұрып тәрбиеленген кезде, мысалы бала ұл баланы ұрса, ол да өзін баласын кейін ұрады 100%. А қыз баланы ұрса, ол жаңағы не, мысалы әке-шешесі ұрса, ол кейін оның күйеуі ұрса, оны қол көтерсе оған, ол ұрса оны қалыпты деп көреді. Сосын ұрмаса, ата-ана не деп түсіндіреді? Мен сені ұрвасам да, ол деген сөз мен сені жақсы көремін деп не қылады. Жаным ашиды, және сондай тағы басқа, иә. Сосын барып ұрмай қалса, мен жақсы көрмей қалды деп ойлайды. Ол тоже дұрыс емес. Сондықтан сол екі жағдай. Мысалы, өзімді айтатын болсам, бізді енді үйде 4 қызмыз, бізді ұрған жоқ, просто қол көтермесе де, менің 3 бауырым, әпшем 2 сіңлім, олар өзіне сенімді, сондай өсті. Өз дегенде тұрадым, мен момын болдым. Мен не істесе де маған не айтса да бәріне көнем, үндемеймін, өзімді қорғамайым. Сосын мен білген істеді. Білген істегенде қалай? Мысалы, мен бір оқуға түсем, сен түспейсің дейді. Мен түспей қоя саламын. Ана дүкенге барып, мысалы, компьютерға, ноутбук таңдасуға үйге барайын десем, ой, сен не білесің деп сөйтеді. Керек емес ол саған деп ше. Сосын тағы да не? Мен егер тек жақсы ғана болсам ғана, бұларға жағады екен деп ойлайсың да, сол анамның, бауырларымның көңілін тауып, солардың проблемасын шешіп, енді ақшалай болмаса да, морально солармен жаның ашып сөйтіп жүреді да. Сөйтіп жүрген кезде өзің уақытың өтіп кетеді да. Ой, сенің қолыңнан дым келмейді, сен өмір осылай жүре бересің. Сен действительно мен сондай шығармын деп ойлайсың да, сенімсіз өсесің. Сөйтіп, өзіңнің үйім алу, жаңағыдай, өзіме өмір сүру, ақша жинау деген ойламайсың.
сосын уақытың өтіп кетеді. Мен қазір өзімнің өмірімді мысалға келтіріп жатырмын, өйткені дәйекті мәселе да. Мысалы, жақында осы жыл 40-қа келем. Сол 20 жылымды солай өткізіп жаңағыдай. Нәтижесінде жаңағы бізде үй болған, сонда бөлмем болған, сол бөлме сені күтеді деп не қылып, мәні алдап сөйтеді, сосын оны сатып жібереді, жаңағы пәтерімізді Шымкенттегі. Сонымен енді маған сол бөлменің ақшасын берсеңдерші десем, біз саған ештеңе қарыз емеспіз дейді. Бұл жерде обидно, жаңағыдай көңілің түсетін нәрсе. Не үшін істедім деп ше, уақыт бекерге өткізген боласың да, просто ақша не емес даже. Сондықтан олай жасамау керек. Күндеріңіз сәтті өтсін.